Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Жұлдыз. Бүгін каналымызда өте жасалуы оңай булочкилердің рецептімен бөлісетін боламын. Бұл булочкилер сүтсіз жасалынады және жұп-жұмсақ болып пісіп шығады. Осы булочкилердің маңызды жерлерін жіберіп алмас үшін видеоның соңына дейін тамашалаңыздар. Бізге керегі жылы су. Суымыз міндетті түрде жылы болуы керек. Енді осының үстіне қант саламыз. Және бір жұмыртқаның көптеу бөлігін салатын боламыз. Бізге керек азғантай ғана бөлігін алып қалатын боламыз бұл булочкилердің бетіне жаққанға. Азғантай ғана бөлігін алып қалдым. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Қанты еруі керек. Жақсылап араластырып алғаннан кейін осының үстіне енді ашытқы салатын боламыз. Және қасықтың ұшымен тұз салатын боламыз. Жақсылап толықтай араластырамыз. Дрожжымыз еруі керек. Енді електен өткізіп қойған мен алдын ала дайындап ұн салатын боламыз. Екі бөлікке бөліп, осы ұнды салып, бірінші шанышқымен араластырып, кейін қоюланғаннан кейін қолымызбен илейтін боламыз. Және осыған кеткен ингредиенттерді видеоның астында описанияда қалдыратын боламын. Менде ұнның сұрыпы бірінші сортты ұнды қолдандым. Мінекей екінші жарты ұнымды салып, осылай жақсылап қолымызбен қысып отырып қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз қолға жабыспақ, өте жұп-жұмсақ болып шығады. Ешқандай да артық ұн қоспаңыздар. Мінекей барлық ұндарын салып, жақсылап ішінде түйіршік ұн қалмайтындай етіп, жақсылап илеп алдым. Енді осының үстіне бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майды салып, тағы да жақсылап толықтай сары май араласатындай етіп илейміз тағы да жақсылап. Сары майымыз қамырға толығымен сіңіп, жақсылап араласуы керек. Мінекей осындай қолға жабыспақ қамыр шығады. Ешқандай ұн қоспаңыздар. Артық енді осының үстін целлофанмен, орамалмен жауып, жылы жерге ашығанша, үлкен болып көтерілгенше қойып қоятын боламыз. 1-1,5 сағат тұруы керек. Менде 1,5 сағаттай тұрды. Қамырымыз міне көтеріліп ашыды. Енді осы қамырымызды дастарханның үстіне азғантай ұн сеуіп, қамырымызды кішкене қатайтып илеп алуымыз керек. Өте көп ұн қоспаңыздар. Енді ұнға иленіп алған қамырымызды теңдей етіп екі бөлікке бөлетін боламыз. Енді екіге бөлінген қамырымызды теңдей етіп, әр қайсысын 5 бөлікке бөліп шығатын боламыз. Және әр бөлінген қамырларымызды күлшелеп, тағы да 5-10 минутқа тындырып қоятын боламыз. Мінекей әр қайсысын осылай күлшелеп, тағы да 5-10 минутқа қоя тұратын боламыз. Бізге қазір булочкилерді жасағанға ыңғайлы болып, жақсылап тынып тұру үшін. Енді осы тынған қамырларымызды қолымызға сұйық май жағып, немесе ұнмен жасасаңыздар да болады. Осылай созатын боламыз, жіңішкертіп қамырымызды. Мен булочкилердің өте оңай, тез жасалынатын әдісін жасадым. Сіздерге қандай түрін жасаған ұнайды, сондай қалаған формаңызда жасасаңыздар болады. Мен осылай жгут қылып орап, кейін осылай екі басын біріктіріп, домалақтап жасайтын боламын. Өте оңай жолы. Барлық қамырларымызды осылай жасап алатын боламыз. Мінекей булочкилерімді жасап болдым.
Енді осының арасын кішкене ашыңқырап отырып ыдысымызға салатын боламыз. Формамызға, яғни духовкамыздың ыдысына. Және 20 минутқа қойып қоюымыз керек. 20 минутта булочкаларымыз осындай үлкен болып көтеріліп, көлемі үлкейетін болады. Және осының үстіне жаңағы алып қалған жұмыртқамыздың азғантайын үстіне 1 шай қасық сүт қосып, бетіне жағып шығатын боламыз. Және әдемілік үшін бесіне мен осындай мак сеуіп шықтым. Бұл міндетті емес, егерде ұнатпайтын болсаңыздар, себудің қажеті жоқ. Енді осы булочкаларымызды 180-200 градуста сарғайып қызарып піскенше пісіріп алатын боламыз. Мінекей булочкаларымыз дайын, өте оңай жасалынады, әрі дәмді және жұмсақ болып шығады. Құрметті көрермен, осы видео ұнаған болса, лайк басып және комментарийлеріңізді жаза кетіңіздер. Және де тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жұлдыз. Сау болыңыздар.